Ассаламалейкум достар. Мына тозған темір тұлпарымның баллондарынан дөңгелектерден бүгін пайдалы іс жасауға кірістім. Дене шынықтыруға арналған снаряд жасамақшымын. Тамашалаңыздар. Достар, бұл спорттық снарядты груша дейін ба жасау технологиясы бар болғаны, екі баллонды 4 жерден тесіп, мынандай болт, гайка, шайба, 2 шайбаны қосып, біріктіріп жасауға болады, өзіңіздің қалауыңызға байланысты. Шынықсаң шымыр боласың дейді. Достар, спортпен шұғылданыңыздар. Осылай дөңгелектерден автокөліктің груша жасадым, шынығу үшін. Соғыста шайқасқан кезде барлық әдіс тамаша дейді. Қолыңызда пышақ бар ма, тапанша бар ма, қолданыңыздар. Қалжың әрине. Мүмкін болса төбелес ондайдан аулақ жүрген дұрыс болады. Айта кетер жайт, ескерту. Осындай қатты денені ұрар кезде бұрмас бұрын қолдарыңызды белтпен орап, осындай экипировка, шынтаққа, тізеге арналған сақтандырғыш құралдарын киіп алған абзал. Ұрған кезде осы екі ұзын саусақ кем түспейді. Осы кем түспен екі саусақпен ұру керек, екі соңғы саусақпен ұрса шығып кетеді, сынып кетеді, ойнамалы болады. Қарсыласты алдау үшін екі жаққа, жан жаққа айналып, басын айналдырып, екі жаққа қашып жүру керек, әдіс қолданып. Одан кейін ұрған кезде белді қосу керек, аяқтың ұшын бәрін қозғалтып, соққы жасау керек. Сол кезде нокаутқа түсіретіндей соққы болады сапалы. Сау саламатта болыңыздар, каналыма жазылыңыздар, лайк басыңыздар, пікір қалдырыңыздар. Халқымыз аман, еліміз тыныш болсын.